Саламатсыздар ма? Бүгін біз сурет саламыз. Бізге ақ бет қағаз, А4 және уаш, қылқалам, су, палитра керек болады. Қылқаламмен әуелі осындай қызыл қам алып, суға малып, қызыл түсті бояймыз. Қызыл түспен бояп аламыз. Бұл аспан, күн қызарып батып баратқанның күн қызарып батып баратыр, соның бейнесін саламыз. Маранистік жанрда сурет саламыз. Қызылдан кейін оранжевый етіп, қызылдың сәл түсін өзгертеміз. Сарымен араластырып, астына оранжевый түспен бояп шығамыз. Бір қалыпты бояймыз. Қылқаламмен оңға солға араластырып бояп шығамыз. Одан кейін суға салып, қылқаламды енді тек сарының өзін пайдаланамыз. Гуашпен сарыны алып, астын бояймыз. Үшінші реңде. Сонда бізде аспанның бейнесі шығады. Қазір көрсетемін сіздерге. Суға салып, малып, кішкене ақ алып, кішкене ағардын қырап бояймыз. Сарын үстін кішкене ақпен бояп шығамыз. Арасы қосындыларды кішкене бір-бірімен біріп кететіндей етіп, түстер шайлап ауысуын бояймыз. Қазір қызыл мен оранжевыйдың қосындысын суға малып, суда кішкене сығып, таза қылқаламның өзін пайдаланамыз. Енді суға салып, қою көкпен бояймыз. Қылқаламмен бояп, бұл бізде теңіздің бейнесі. Мана аспан бұл, теңіздің бейнесін бояймыз. Судың толқыны. Және де арғада қою көктің үстіне кішкене ақ даламызды ақ түспен көкті араластырып, жоғарғы қарата сары түстің тұсына келіп теңестіреміз. Ақшыл көк болады бұл бізде. Бұл бізде перспектива сияқты алыстан алыс жерден қарағанда, былай қарағанда көк теңіз аспанмен теңесіп тұр. Енді біз ақ түсті аламыз. Гуаштан ақ түсті аламыз. Қылқаламмен күннің бейнесін саламыз. Оранжевый түстің, қызылдың тұсына қарай салуға болады. Сәл жоғары етіп салсақ, осындай етіп ортасына қарай.
бұл біздің күннің бейнесі. Ары қарата күннің сәулесін саламыз. Суға түсіп тұрған, шашып тұрған бейнесін ол толқындатып саламыз қазір. Судың үстіне толқынмен түсіп тұрған күннің сәулесі. Осылай қылқаламмен ақ түсті алып, үстіне күннің сәулесін саламыз. Толқындатып, үстіне шылт етіп түсіп тұрған күннің бейнесі. Ол теңіз. Және ары қарата көштің сәл қара түсті аламыз да қаламды батырып аламыз. Палитраға салып кішкене түсті қарап шағаланың ол шағала болсын я альбатрос па сол құстың бейнесінің суретін саламыз. Теңіздің үстіндегі мұхиттың үстінде кетіп жатқан ұшып бара жатқан альбатрос. Оның бейнесі. Салу әдісінде кішкене ондай қиын алып баратқан ештеңе жоқ. Галочка сияқты бүйтіп сала береміз. Ары қарай біз судың арғы шетінде аралдың суретін саламыз. Ол теректер, банағы аралдағы тау, теректердің бейнесі болуы мүмкін. Алыста көз жетпейтін жерде бейнелеп суретін салайық. Қазір қолқаламмен салып болайын. Сіздер тамашалаңыздар. Осындай. Енді екінші жағына салам қазір. Маралдың тауының бейнесі. Сол аралдың тастар, шатқалдар. Сол аралдағы сәл осындай кетішкен өтіп шығамыз. Жағажай суретін салып шығамыз. Тас, шатқалдарды салып шығамыз. Күннің сәулесі болуы мүмкін. Ары қарата осындай суретін салып шығамыз.
Болды, міне суретімді салып болдық. Палитраны алып, краскілерді алып арқада қояйық. Ал сіздер осы суретті тамашалаңыздар. Енді мына жабыстырып қойған скотчты алып тастайын қазір. Алынбай жатыр. Алып тастап. Міне осындай керемет картина. Бейне шықты. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып жазылып кетіңіздер. Әлде де қызықты видеолар шығады алда.